Assalamu alaikum қыздар. Бүгін біздің Құран әліппесі сабағымыздың 20-шы сабағы. Бисмилля, біз бастаймыз. Бүгінгі біздің тақырып сукунды мимге байланысты 3 ереже. Біз бұған дейін сукунды нун және тәнуиннен кейінгі әріптерге байланысты 4 ережені өткен болатынбыз. Оларды бітірдік. Енді тек қана жай бір сукунды мимге байланысты 3 ереже бар. Мінекей кішкене өте жеңіл. Бүгін осыны өтетін боламыз иншалла. Біріншісі идғам мутамассилайни би гунна. Яғни идғам дегеніміз қосу еді, гунна дегеніміз гунналап оқу. Енді қараңыздар, бұл жерде сукунды мимнен кейін харакатты мим келсе идғам мутамассилайни би гунна болады. Яғни бір сөз, міне қараңыз, былай сукунды мимге аяқталса және одан кейінгі сөз мимге басталса, демек екеуі қосылып кетеді, шәддаланып оқылады және ғұнналанып оқылады, ыңылдап, мінекей. Қысқаша айтқанда, екі мим кездескен кезде бір-біріне қосылып кетеді. Оны біз қалай оқимыз? Негізінде ләхум мәғфиратун. Біз оны былай оқимыз. Ләхум мәғфира. Ләхум мәғфиратун. Ләхум, көрдіңіздер ме? Ұстап тұрым. Деп. Ләхум мәғфиратун. Міне, негізінде былай оқылу керек. Бірақ Құранда осылай жазылады. Біз автоматически оны өзіміз білуіміз керек. Просто оны оқылуы, қараңыздар. Келесі. Уә хум му'ридуна. Біз оны оқимыз. Уә хум му'ридуна. Мінеки оқылуы. Уә хум му'ридуна. Қиын емес, яғни сукунды мимге байланысты 3 ереженің біріншісі мим мен мим кездескен кезде екеуі қосылып кетіп, шәддаланып, ғұнналанып оқылады, бітті. Мінекей мысалдары берілген. Екінші ереже ерін ихфасы. Яғни сукунды мимнен кейін бә әрпі келсе, ерін ихфасы болады. Бізде ихфа дегеніміз не еді? Анық емес, яғни ғұнналап оқитын едік, кішкене ыңылдап, Мынау жағдайда да солай. Мысалы, қараңыздар, міне, сукунды мимнен кейін бә әрпі келіп тұр. Демек, біз оны былай оқимыз. Уәхум би роббихим. Уәхум, мұны да қатты анық қылмайсыздар, кішкене ғұнналап. Уәхум би роббихим. Я'тасим биллахи. Фәхкум бәйнана. Мінекей, бұл екінші ережесі. Үшінші ережесі ерін изхары. Бізде изхар деген не еді? Анықтап оқу еді. Бүкіл сөздер изхар, идғам, ихфа деген сөздер ол мына жерде де қолданыла береді. Қалай мағына береді? Вот сол мағына осы жерде де беріледі. Қараңыздар. Сукунды мимнен кейін мим және бә әріптерінен басқа әріптер келсе, ол ерін изхар болады. То есть анық ғұннасыз кідірместен анық оқылады. Мысалы, қараңыздар, міне, мына жердегі мимнен кейін мим келмесе, және де мимнен кейін бә келмесе, қалған әріптердің бәрі анық оқылады. Ешқандай да қиын емес, жаттап ешнәрсе керек емес. Қараңыздар, мысалы, ләм ялиді, әләм тәро, ләхум фиха, алейхим вәләхум, аксарахум шакирина. Ләкум динукум. Алейхим аятуху. Ешқандай ғұнналамайым, ешқандай қоспайым, ешқандай жасырмайым. Анық. Міне, сукунды мим, яғни кез келген сөз осылай сукунды мимге аяқталып, келесі бір сөз қандай сөзге басталады, соған қатысты міне 3 ереже. Оның біріншісі мим мен мим кездессе екеуі қосылып кетіп, ғұнналанып оқылады. Мінекей мысалдар. Екіншісі мимнен кейін, сукунды мимнен кейін именно бә әрпі келсе, келесі сөз бәден басталса, ихфа, яғни кішкене ғұнналап, ыңылдап оқимыз, ол белгілі. Енді ерін изхар дегеніміз, мынау екі әріптен басқа әріптер барлығы кездессе, онда барлығында да ешқандай ғұннасыз, ашық, анық оқимыз. Бітті, осы 3 ереже. Қысқа. Түсінікті деп ойлаймын, иншалла. Үйге тапсырма, қыздар. Осы бетті 15 рет міндетті түрде, жақсы ма? 15 рет ережесімен, мысалымен қосып түсініп, иншалла оқисыздар, дәптерге конспект жазасыздар. И осы бет сіздерге үйге сәттілік.